Арыс ауданына қарасты Қабылса елді мекенінің тұрғындары дән риза. Себебі олар енді жарық көшелермен жүреді. Ауылдың ажарын арттырып, сәнін кіргізген жарық шамдар екінші ауысымда сабақтан қайтатын оқушылар үшін де қолайлы жағдай туғызуда. Ауданда түнгі жарық шамдармен қамтамасыз етудің маңызы зор. Қабылса елді мекеннің басты көшесінде жарықтандыру шамдары орнатылып іске қосылды. Жарық беру қуаттылығы жоғары, қазіргі уақытта жиі қолданылатын шамдар қойылып, түнгі уақыттарда көше сәнін келтіруде. Арыс Монтайтас бағытындағы күре жолдың бойына жарық бағаналарының қойылғанына 2 жыл болса да белгісіз себептермен жарық қосылмай келген. Осы ретте ауыл тұрғындарының өтініші атқамінерлерге жетіп, небәрі 10 күн ішінде бұл мәселе шешімін тапқан. 16 ақпан күні Арыс қаласына келген мәслихат төрағасы, облыстық мәслихат төрағасы Нұралы Абишев ағамызбен Ержан Қоспанбетов келген. Сол кісілердің жеке қаулығына кіріп, осы мәселені көтерген едік. Бұл мәселе 2 жылдан көлемінде осы жол салынғалы бері бағана светтер жанбай тұрды. Осы жарықтың бізге қажеттілігі туындағаннан кейін жеке қаулығына кіруге тура келді. Ол кісілер қосып беруге уәде берді. Арада 14 күн 2 апта көлемінде біздің светімізді қосып берді. Қазіргі светіміз жарқырап тұр, көше жарық, ауылдың елдің игілігіне пайдаланып жатыр. Бұл жөніндегі оқушылардың келіп кетуіне, көше тұрғындарының, ауыл тұрғындарының көшеде жүруіне қолайлы, және де бізде ауыл болған екен малдың өтуіне жөніндегі жолдың апаттарының алдын алуға өте пайдалы. Ауылда 92 үй, 630 адам тұрады осы жерде. Мына мектебіміз қасымызда 150 орындық мектеп. Бұл жерде 180 балада білім алады. Бізге әсіресе қыстың күні өте қиын болады. Оқушылар таңғы ерте келетін, мектепке кешке кеш қайтатын. Сол уақытта бізге жарық қатты қажет болды. Ал қазір енді осы мәселе шешілді. Осы ағаларымыз арқасында үлкен рахмет айтамыз, алғысымызды айтамыз халықтың атынан. Бұған дейін Монтайтас ауылдық округінен сайланған Арыс қаласы мәслихатының депутаты Маханбет Төлебеков осы мәселені жиі көтеріп, депутаттық сауал жолдаған. Тұрғындар өтініші жерде қалмай, облыстық мәслихаттың шешімімен ауыл тұрмысына ерекше жайлылық сыйлаған жарық шамдар орнатылды. Олар түнде жарқырап қана қоймайды, сонымен қатар қауіпсіздікті, бағытты және сұлулықты бейнелейді. Осы ретте Қабылса елді мекенінің тұрғыны Қиғашқас Аманғараева көше бойына жарық шамдар орнатылғаны үшін ерекше алғысын білдірді. Осы светтің келгені бізге өте ыңғайлы болды, жақсы болды. Өйткені балаларымыз да осы мектепте оқиды. Одан жұмыстан қайтар кезде бізге де жақсы. Қорықпай балаларымызды емен еркін жібере береміз. Менің 2 балам осы мектепте оқиды. Өзім де осы Қабылсайда жұмыс істеймін, балабақшада. Қыстың күндері таңертең мектепке келу қиын болды ма? Иә, қиын болды. Енді жақсы болды. Свет құрғалы, рахмет сіздерге. Көп-көп. Көше шамдары тек жарық көздері ғана емес, олар ауыл өмірінің ажырамас бөлігі. Ауылға сипат беріп, оның дамуы мен жайлылығына ықпал етеді. Сара Кеңесбай, Бағдәулет Шақапов, Арт ТВ жаңалықтары.